Пистолет таппайықшысың. Шұқыланып қаған роднойың. Не істеп тұрсың? Мам, жаңа суын ағызбен балықтарын таппай қалдым, су құйып тауып аламын. Ой, юғып. Мынаның ішінде тұрған документтер қайда? Ал керек па не? Малсың ба? Я, домашний телефонмен звондаймын. Ага. Мам, үзіп алдым. Эй! Не істеп тұрсың? Ой, сынып тұрғанда. Ой, мынауың ашып кетпеген ба? Холодильниктен алдым да, кішкене салып қоймын үстіне. Малсың ба ма? Мысықтың тамағын беріп отырсың ба? Өзің холодильникте не бар, соны алып кел жей. Сенің жынды класстастарың. Кетет бүгін дайынсыңдар ма? Бірдеңе дайындап келген шығарсыңдар енді. Дайындап келдік. Сіздерге Апай 4 рет істеді ғой, бұлай. 4 онда. Қысымның бірлігі қандай? Ағай мына жерде қыздар отыр ғой. Ампер десең. Рады ят емес ол. Кәдімгі күші ғой, ампер деген. Ек қойсам да. Неменеге айдана қызыл аттестат алып, біз неменеге көк аттестат алуымыз соны айтамын. Енді ол директордың қызы емес па? Ай, Қазақстаным ай, коррупционерлер ай. Танысыз, ештеңе істемейсің. Еще сендер тупойсыңдар білесіңдер ма? Әңгіме жоқ, тупоймыз ғой, просто Қазақстаным ай. Ой, BMW X5 алмыз ғой, 93-ші жылы, короче. Анау карбюратор, инжектор, инспектор, ректор, артыңызда біреу келіп тұр. Әңгімені беріліп айтатын роднойың. Мұрын деп тартамын, басым бұқып, ішін аңғытсам көз бейт, бақырап кетіп тұрады ма? Кім? Алмайсың? Қанат екем судың жағасында отырып қой, балық аулап отырық жаңа. Сөйтіп бір құрбақа келеді дағы, қанаттың аса. Десе, қанат қорқып кеткен. Бір кішкентай құрбақа келді. Дейді, қанат қорқып кеткен. Годзилла против Кинг-Конг деген кино көріп жатырмын. Қызым отыр ғой қасында. Ана Годзилла итті қолап барады. Қызым қорқып кеткен, ана жиіндеп атты ше. Қорқып жүреді. Әлімжан өзін питбул итін алып шығады көшеге. Қолынан шығып кетеді да, питбул кәнден кетіп бара жатқан ғой. Талап тұсады оны. Деп ананы тісі бет кірт жоқ қой, жауызға аламайды ғана. Сынып күте тұр қой, короче. Бір Жигули зең деп өтеді ғой, короче. Қалай? Зең деп көк түтін шығып ана глушитель ме, бәбелес жақсамайды. Стройканы шашатын роднойың. Факты қаншадан алдың? 150-ден алдым. 150-ден? Қымбат алып қойғансың? Көшенің басында манаттар ғой, мына жерде. Соның үйінде қандай шырақтармен қалады ғой. 50 теңгеден алдық, 10 теңгеден қалады ғой, кәдімгі. Оқтай ғой. Айтпайсың сен? Бір рет жұмыста балдардың бәрі қайтып кеткен ғой, үйіне. Давайындар бара беріңдер деп отырсам, бір КамАЗ цемент келеді ғой. Кешке дейін бір өзім түсірем ғой. Менің ауыр. Мына жерім қалың цемент болып қалған ғой, тас болып кіргенсің ғой. Үйге кіріше арайын деп қандай дұрыс? Бір жаппа, екі жаппа қандай? Екі жаппа. Екі жаппа ма? Ана черепицалар бар да, қаңылтырлар бар. Біз ана мектептің сыртын қаңылтырмен жаптық қой, төбесін полный. Бірақ ұшып кетіп жатыр олар ше қазір. Черепица дұрыс қой негізі. Әлімжан бар ғой класстасың. Үйдің крышасын жауып жатамыз да, иығынан цемент түсіріп аламын ғой, короче, көтеріп келеді. Астында ит жатыр екен, итін өлтіріп аласың ғой. Алабай иті бар еді ғой. Мә, братан, қолың мазөл болып кетті ғой. Қара жұмыс қой. Қатып қалған ғой, мынау ше. Любойын қол күрескен алып қоясың ғой. Сіңген тас қол дейді ол да. Тас қол дейді біреулер. Тас ол ешкімге